Қайырлы күн, мен есім Айболат Қызанары, және мен нөмірі 42-ші Ақниет гимназиясының оқушысы, сонымен қатар белсенділер қатарына кіремін. Мен секілді өзінің жұмыс міндеттерін атқарып жүрген бұл мектепте белсенділер өте көп, және оларды біз бекерден бекер белсенділер деп атамаймыз. Яғни әр белсенділердің өзінің жұмыс, міндет, бағыттары бар. Яғни біздің мақсат Мектеп парламенті бұл оқушылардың өз еркімен бірлескен ұйымы. Және де бұл жерде мектеп ішіндегі мәдени шараларға белсене қатысып, мектепті жақсартуға септігін тигізеді. Мектеп парламенті бұл белсенді оқушылар. Мектеп өміріне жай қарамайтын, өзін-өзі басқару ұйымы арқылы жұмыстарды жүзеге асыратын, өздерінің коммуникативті және ұйымдастыру шеберліктерін шыңдайды. Мектеп парламенті оқушылардың өкілетті ұжым болып саналады. Сонымен қатар, оның алдына мына бағыттағы міндеттерді қойылады. Мектеп ортасында өзін-өзін басқару дағдыларын дамыту. Білім алу кезінде мектеп парламент оқушыларының қызығушылығын жүзеге асыру арттырады. Оқушылардың адамгершілігін жоғары ұстауға, рухани мәдениетін көтеруге тәрбиелеу. Парламент президенттің және жетекшілерін ұлықтау рәсіміне арналған салтанатты